Ассаламу алейкум, республикамызда жүз берген күннің әхметлі уақиялары менен эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Демек, бүгінгі бағдарламамызда. Хабарыңыз бар, осы жылдың 27 октябрь санесінде мемлекетіміз тұрмысында оғада әхметлі болған сияси процесс, парламент сайлаулары болып өткен еді. Онда халқымыз Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесіне 65, қала һәм районлық кеңеслерге 375 депутатты сайлады. Хақиқатында да осы сайланған депутатлар еліміздің алдағы 5 жылдық тағдырын белгілейді. Жаңа құрамда түзілген депутатлар әлдеқашан өз вазипаларына кірісті. Яғни Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің бірінші сессиясы болып өтті. Сессия жұмысына Өзбекстан Республикасы бас министрі Абдулла Арипов, Өзбекстан Республикасы президентінің мәслихатшысы Тұрсынхан Құдайбергенов, Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі депутатлары, барлық министрлік, мекеме кархана басшылары, ғалаба хабар құраллары уәкілдері қатынасты. Регламентке муафық дәслеп сессия секретариаты сайланды, һәм күн тәртібі тасдиқланды. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Қарақалпақстан Республикасы орайлық сайлау комиссиясы басшылығының осы жылдың 27 октябрь санесінде болып өткен парламент сайлауларының нәтижелері хақындағы мәлімдемесі тыңланды. Онда атап өтілгеніндей, Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің депутатлығына сайлау демократиялық тәрізде ашық айдынлық принциплеріне әмел еткен халда өткерілді. 30 октябрь күні жарияланған жоғарғы кеңеске сайлау нәтижелеріне бола депутатлар құрамы 63%-ке жаңаланды. Жоғарғы кеңеске жаңадан сайланған депутатлардың 32,3%-ін хаял қызлар құрап, бұл Қарақалпақстан тарихындағы ең жоғарғы көрсеткіш болды. Күн тәртібіндегі кейінгі мәселе жаңадан сайланған депутатлар арасынан Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығын сайлау мәселесі болды. Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің регламентінің 14 статьясына муафық сияси партиялар фракциялары басшыларының ұсынысы тикарында қалыптастырылген ақсақалдар кеңесі тарапынан жаңадан сайланған депутатлар арасынан 57 санлы Бердақ сайлау округінен Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесіне депутат Орынбаев Аманбай Тлеубаевич Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығы лауазымына ұсынылды. Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының 80 статьясына муафық жоғарғы кеңес басшылығына талабан бойынша Өзбекстан Республикасы президентінің келісімі алынуы керек еді. Өзбекстан Республикасы бас министрі Абдулла Арипов осы орынның өзінде мемлекетіміз басшысының келісімін алды һәм президент ұсыныснамасын оқып естірді. Бұндан соң талабанның кандидатурасын қоллап қуатлап 44 санлы Қанлыкөл сайлау округінен Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесіне сайланған депутат Орал Атаниязова, 25 санлы Наубәхәр сайлау округінен депутат Рузбеке Айтбаева, 45 санлы Шоманай сайлау округінен депутат Ұлықбек Жалменов, 53 санлы Қырантау сайлау округінен депутат Шерзат Ниязымбетов, 65 санлы Мойнақ сайлау округінен депутат Бейбхан Утамбетовалар шығып сөйледі. Нызамшылыққа муафық Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығы лауазымына көрсетілген талабанды сайлау депутатлар тарапынан жасырын дауыс беру арқылы әмелге асырылды. Дауысларды санау бойынша түзілген арнаулы есап санақ комиссиясының мағлуматы бойынша 65 депутаттың 62-сі талабанды қоллап қуатлап дауыс берді. Солай етіп, Орынбаев Аманбай Тлеубаевич Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығы лауазымына тасдиқланды. Сессияда Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығы Аманбай Орынбаев сөзге шығып, бүгінгі күнде барлық тарауларда тікелей президентіміздің басламасымен әмелге асырылып отырған кең көлемді реформалардың нәтижелерінде, әсіресе Қарақалпақстанға болған айрықша итибар негізінде жаратып беріліп отырған мүмкіншіліктерге айрықша тоқтап өтті һәм бұл игілікті басламаларды нәтижелі дауам еттіруге, халқымыздың тұрмыс абаданлығын тәминлеуге бар күшін һәм тәжірибесін жұмсауын мәлім етті һәм бұндай сенім үшін мемлекетіміз басшысына, депутатларға һәм халқымызға өз миннетдаршылығын білдірді. Күн тәртібіндегі нәубеттегі мәселе Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінің басшылығын сайлау болды. Нызамшылыққа муафық бұл лауазымға талабанды Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығы ұсыныс етеді һәм президент келісімі алынады. Сессияда жоғарғы кеңес басшылығы тарапынан министрлер кеңесі басшылығы лауазымына Ерманов Фархат Уразбаевичтің кандидатурасы ұсыныс етілді. Талабан аймақты социал-экономикалық рауажландырудың перспективалы бағдарламасын депутатлардың нәзеріне ұсынды. Яғни 2025-2027 жылларда Қарақалпақстан Республикасын комплекс рауажландыру бойынша арнаулы ісілеп шығылған бағдарлама оқып естірілді.
Бұндан соң Өзбекстан Республикасы президентінің келісімі алынды һәм президент ұсыныснамасы бас министр тарапынан оқып естірілді. Сессияда Талабанның кандидатурасын қоллап қуатлап сөзге шыққандар Фархат Оразбаевичті Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінің басшылығы лауазымына мүнәсіп екенлігін бірнеше мысаллар менен айтып өтті. Солай етіп, депутатлардың дауыс беру жолы менен Ерманов Фархат Оразбаевич Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінің басшылығы лауазымына тасдиқланды. Сессия күн тәртібіндегі нәубеттегі мәселе Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі басшылығының орынбасарын сайлау хақында болды. Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының 70-ші статьясына һәмде Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің регламенті хақындағы низамның 14-ші статьясына муафық 47-ші санлы санаат сайлау округінен депутат Сапарбаев Рустам Тұрсынбаевич жасырын дауыс беру жолы менен Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі басшылығының орынбасары етіп сайланды. Бұл бойынша тиесілі қарар қабыл етілді. Сессияның күн тәртібіндегі кейінгі мәселе бойынша Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің комитетлерін һәм комиссиясын түзу, олардың құрамын һәм басшылықтарын сайлау хақындағы мәселе көріп шығылды. Онда депутат Сейтназаров Бердібек Аметбекович Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің бюджет, экономикалық реформалар, инвестициялар һәм инновация мәселелері комитетінің басшылығы. Депутат Атажанов Алишер Ерпулатович Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің суд, құқық һәм коррупцияға қарсы күресу мәселелері комитетінің басшылығы. Депутат Сидиков Исламбек Мұратбаевич жоғарғы кеңестің санаат, құрылыс, транспорт һәм мәлімдеме технологиялары мәселелері комитетінің басшылығы. Депутат Атамұратов Мұрат Өтепбергенович Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің социалдық мәдени рауажану, жастар саясаты, туризм һәм жәмиетлік бірлеспелер мәселелері комитетінің басшылығы. Депутат Жұманазаров Ануарбек Жолдасбаевич жоғарғы кеңестің аграр, су қожалығы, табиатты қорғау һәм экология мәселелері комитетінің басшылығы. Депутат Өтемисов Шарапат Жаңабаевич Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің жергілікті хакимияттың уәкілдігі һәм бұқаралардың өзін-өзі басқару ұйымлары һәмде мемлекеттік ұйымлардың ашықтығын тәмінлеу мәселелері комитетінің басшылығы. Депутат Каримов Кеңесбай Айтмұратович жоғарғы кеңестің регламент һәм депутатлық әдептілік мәселелері комиссиясының басшылығы етіп сайланды. Депутатлар бұл бойынша тиесілі қарар қабыл етті. Осының менен Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің бірінші сессиясы өз жұмысын жұмақлады.